Саламатсыздармы, ардақты аналар, нәзік жанды арулар. Баршаңызды 8 наурыз мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Филология факультеті студенттерінің сіздерге арналған концертін қабыл алыңыздар. Қайырлы күн, құрметті арулар. Эпостағы Қыз Жібек пен Баян, аңыз аналар Айша Бибі мен Абақ, Абайды туған Олжан, ел билеген Айғаным аналардың сіңлілері, ардақты ұстаздар, бүгінгі мерекелеріңіз құтты болсын. Сіздерге сарқылмайтын денсаулық, ұзақ ғұмыр тілейміз. Осы күнгі сіздерге бағытталған тілектердің барлығы періштенің құлағына шалынсын. Өздеріңізге арналған әлем сұлу арулардың арқасында атты кешімізді ашық деп жариялауға рұқсат етіңіздер. Ендеше сөз кезегін филология факультетінің деканы, филология ғылымдарының докторы, профессор Гүлжан Қыштықызына береміз. Біздің факультеттің арулары, құрметті біздің ұстаздар, құрметті біздің студенттеріміз, бүгін гүлдей жайнап, көктемнің шуақты күнінде мерекеге де жетіп қалдық. Бұл өте тамаша мереке. Шынында да біздің өмірімізде, еліміздің өмірімізде, жалпы әлемде де үлкен қиыншылық замандар өтті. Осындай мерекені асыға күттік. Міне сәті түсіп, биыл осы мерекені бетпе-бет, жүзбе-жүз кездесіп, бір-бірімізге құттықтауларымызды жеткізуге мүмкіндік алып отырмыз. Сол үшін біз бүгін бәріміз де бақыттымыз. Әрине, бақытты күндер көп бола берсін. Әрбір адамның күнделікті өмірінде бақытты сәттер, бақытты бір қуанышты жағдайлар көп болсын деп тілеймін. Мереке құтты болсын. Студенттерімізге тағы да ерекше алғысымды білдіремін. Көп рахмет. Бір сөзбен айтқанда бақытты болыңыздар. Аяулы қыздар, сіздер бір отбасын емес, бүкіл әлемді аяулы алақандарыңызбен тербете алатын адамзат баласының рухы, жігерісіздер. Сіздер тәуелсіз еліміздегі бейбіт, тірлік пен бірліктің, жарқын болашаққа деген сенімнің, ізгілік пен мейірімділіктің ойдықсыздар. Сахнамызға өнер көрсету үшін бұлбұл үнді сұлу аруларымызды шақырғым келіп тұр. Жаннұр мен Гүлмираның орындауында махаббат жыры әнін қарсы алыңыздар. But I'm so
мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Білсе де білмеген сыңайлы, мына күз халімді сұрайды. Ренжісең ренжи бер, қоңыр күз, маған тек гүл көктем ұнайды. Көрсе де көрмеген тәрізді, қоңыр жел аңдиды әрізді, шаттанып шырқаман себебі көктемнен келеді әнізгі. Суықты сүйсең де сенмейлі, мен қысты өткергім келмейді, себебі ақша қар жанымда ақ тоңның астына жүрмейді. Жыртылып қар басқан бақтарды жаза бер, жолдай бер хаттарды, бәрібір оларды оқыман сүймеймін, себебі ақ қарда қыз келсе салатын күйгенен, неліктен түстім бұл күйге мен? Жыршанды сәндеме, бәрібір мен оны айналып биленем. Жанымда ақ ұлпа қар басты, ұлпалар ұлпаға жалғасты. Мендегі сезімді оятсын тек қана бәйшешек алғашқы. Мама, уже сотни было, я буду любить тебя от колыбели до могилы. Я встречу в жизни своих близких, самых, но ни один из них меня заменит слово мама. Сядем, мама, тихо посидим, время спрячет твои годы, на церкви сидим. Ты прости за то, что вырос, подрастел рано. Сядем, мама, тихо посидим, ты, наверное, там слушаешь мои сети. Я надеюсь, не краснеешь за меня, мама. Любите своих матерей, цените их и не забывайте почаще говорить, что любите. И вообще любите и цените всю свою семью, а не все, что у вас есть. И по итогу семья — это все, что у вас останется. Спасибо. Ермахан мырзаны шақырамыз. Қайырлы кеш. Мейрамдаңызбен біріншіден настроениеңіз қалай? Жоқ, жалпы Америкада шыққан ең бірінші стендап, потому что Америкада неге? Америкада андай ояқта туыстық, сіздер сияқты осылай бір-біріне сырын айту дейді жоқ қой ояқта. Ояқта әркім өзімен өзі, ешкімге сырын айтпайды. Сосын адамдар уже іштерінде депрессия жиналғаннан кейін белгілі бір клубта бір жігітісімен қараңғы жерде айтатын болған ғой, ол кезде ішіндегі сендер кейін Россияға келді, Россия оған юмор қосты, одан кейін біз юмормен бірге Қазақстанды қабыл алдық. Сондықтан бастаймыз, давай еркін отырайық, смело, кекіріп, смело отырайық, бірінші жалпы стендапмен жалпы әңгіменің басын бірден мектеп кезінен бастайық, сосын жайлап өсе береміз.